Мына жерде қараңыздар, аспанда. Ассалаумағалейкум достар. Үлкен жаңалық болып жатыр. Әлемдік рекорд десіп айтсақ болады. 800 шаршы метр үлкен туды аспаннан қазір түсіріп келе жатыр. Қараңыздар. Сіздерге көрініп тұр ма? Міне мынау. Әлемдегі ең үлкен ту. Бұл Қазақстан еліне тарту. Ох, әнеки. Мынау біздің Байсерке ауылындамыз. Міне, қандай алыста. Таудың етегін Алматы мына жақта. Қаншама халық көріп тұр бұны. Мына байрақ жүр. Байрақтың қасында бүркіт ұшып жүр, бүркіт қараңыздар. Қараңыздар. Бұл әлемдегі ең үлкен ту, әлемдегі. Бұндай болмаған, тарихта болмаған. Қараңыздар. Соны қуанып сіздерге көрсетейін деп жатырмыз. Міне мұнда бүкіл журналистер қауымы, жігіттер барлығы осында. Қараңыздар. Мына қараңыздар. Көк туымыз көк аспанда мәңгі желбіресін достар. Қазақ халқы қияметке дейін мықты ел болайық. Ешкімге тізе бүкпейтін. Мына қараңыздар. Қандай сұлу. Тух, бұл қазақ еліне сіздерге тарту. Ассалаумағалейкум достар. Жаңадан кірген бауырларыма үлкен жаңалық. Әлемдегі ең үлкен туды аспанға ұшырып, мінеге қазақ халқына тарту етіп жатыр. Міне 8 шаршы метр, 3000 метрден биіктігінен туымыз аспанға көтерілді. Бұл әлемдегі ең үлкен ту болып есептеледі достар. Міне қазір күннің көзінен өтіп жатыр қазір. Қандай керемет, я? О, күннің көзін жапты. Күннің көзін жапты біздің туымыз. Байрағымыз мәңгі желбіресін. Туымыз биіктен желбірей берсін. Ой, амин, амин аға, рахмет. Міне қазір қонайын деп жатыр. Ох, әне. О. Ай, керемет. Жөке, құтты болсын. Тікелей эфирден Инстаграмнан осы бауырларымның арқасында қазақтың туы әлемге үлгі болып жатыр, рекорд жаңартып жатыр. Міне. Алла разы болсын, я. Нұреке, тікелей эфирдесіз Инстаграмда. Бүгін бір тарихи күн болды. Көктіміз көкте жүрген. Міне, тікелей эфирдесіз Инстаграмда. Не айтасыз қалдыңыз ба? Өте керемет. Енді мынаның әсері біз үшін өте қуаныш. Қазақтың жігіттері, қазақ елі осындай әлемде желбірей берсін, ардақты ағайындар. Мынау керемет. Тұңғыш рет қазақ елінде, оның ішінде Алматының бөктерінде, Алатауда тамаша болып жатыр. Жаса Қазақстан. Амин, амин. Алға Қазақстан. Ал, Ибрагим бауыр, Инстаграмда тікелей эфирдесіз. Көк тудың желбірегені, жүректің елжірегені, қиырда қалған қазақтың азат отанға жете алмай, көзінің мөлдірегені. Аллаға шүкір, міне ашық аспанымызда 800 шаршы метр әлемдегі ең алып туымыздың бір желбіреп отыр. Бұл да бір үлкен бақытымыз. Ардаға өзіңіз бауырымыз таныстырып өтіңіз. Осы туды жасап, менің туған бауырым. Атына зат сай болып тұр ғой, көрдіңіз ба? Жомарттығымен Қазақстанға көңіл күй сыйлап жатыр осындай. Күні қарсаңында елдің бір рухын дүрсілкіндірейік, елге бір қуаныш сыйлайық деп осындай азаматтық іс жасап отыр. Сондықтан Алла разы болсын, Алла сауаптан жасырсын. Өзіңіз сияқты ертең осылай елге қызмет жасайтын біздің іні бауырларымыз көп. Қазақтың қарапайым жігіті, міне Жомарт деген бауырымыз осы бүткіл әлемге шығарып отыр, ардақты ағайындар. Осы әр қазақ жігітті ту үшін, ел үшін жасай беріңдер жігіттер. Алға. Жөке, Алла қаласа келесі жыл бұдан да үлкенін ұшырамыз ба? Алла қаласа рекорд жаңартып, е? Алла разы болсын. Аға, өзіңізді
қазақ еліне бір бата беріп жіберіңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал қолдарыңыз жайыңыздар. Сансыз мақтаулар Алла тағалаға болсын. Әмин. Салауаттар пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға болсын. Әмин. Жігіттерімізді аман есен ұшырап, аман есен қондырғаныңа Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Әмин. Осыны ұйымдастырған, осыған себепкер болған, осыған қолғабыс тигізген мына Ибрахим бауырымыз, Жомарт бауырымыз. Жомарт бауырымыз, Алла тағала отбасы болашағаларына амандық берсін, дендеріне саулық берсін, еліміз аман, Әмин. тыныш болсын. Әмин, Аллаху акбар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ елі мәңгі жасасын, құрметті достар. Міне біздің журналистер қауымы да осында, бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарының бәрі осында. Қазақстанға бір тарихи күн болды. Бұл қуанатын нәрсе, Құдай қаласа, байрағымыз мәңгі желбіресін дегім келеді. Аман болыңыздар достар, сау саламат болыңыздар. Ой, бәрекелді. Ал енді асқа қарай қал. Ағатай. Иә. Ал, тағы да.